Сәлем. Рухты көтеретін практика жасаймыз. Әсіресе бұны ер азаматтар жасасын. Өйткені ер азаматтардың рухы көтерілсе, яғни оның энергиясы көтеріледі. Энергиясы көтерілгенде оған кез келген жақсылықтың есігі ашық болады. Бұл практиканы не үшін жасаймыз? Алдын ала мәнін түсіндірейін. Бұл практиканы тіпті халықтың алдында сөйлей алатын адамдар көп жасайды екен. Мен осыны кеше ақпарат естідім. Бұлар арнайы жексенбі күні жиналып, осы практиканы өте үнемі жасап жүреді екен. Әсіресе халықтың алдына шығып жүретін, өзімізге танымал ішінде кімдер де бар екен, жаңағы шоуда жүрген адамдар да бар екен, халықтың алдына сөйлей алатын, мысын бастыра алатын, тік қарап өзінің ойын айта алатын, ішіндегі сөзін бөгіп қалмайтын, сондай дәрежеге дейін жеткізеткен. Ол қалай? Бүйректе. Бүйректегі күшті не алады екен жаңағы. Бүйректе бәрімізде ғой, әйел адамдарға 2 минут жеткілікті, ал ер азаматта 5 минут жасау керек. Мына кіндікте ми бар. Ми, яғни мидың көп бөлігі мына кіндік ішекте, ішек жолда. Ішекте, яғни оны животный мозг дейді. Животный мозг. Оны зерттеп қарасаңыздар болады. Осы мидың көп бөлігі осы жерде, осыны адамдар қазір мына жермен демалады ғой, көбісі мына жермен. Кейде мына мұрынмен демалады, аузымен демалатындар бар. Ал мына іште энергия жоқ. Бүйрек, іш осы қозғалмайды. Соны біз не істейміз? Қозғаймыз. Сол қозғалған кезде мына бүткіл адамда бізде ағып тұрған жоғарыдан келетін және жерге сіңетін, жерден қайтып көтеріліп, қайта жоғары көтерілетін энергия ағысы жақсы болады. Әсіресе ер азаматтар көп жасасын деп тұрмын. Енді қалай жасаймыз? Ішті артқа қарай тартамыз, алға қарай. Кеттік. Әйел адамдар 2 минут, ал ер азаматтар 5 минут жасау керек күнделікті. Ішті артқа. Бұл қыздар өте құнды ақпарат. Құнды ақпарат. Бұны біле білсеңіздер ғой, шіркін деп отырмын. Әдейі TikTokқа салып отырмын. Белгілі бір адамдар білгенше білсін. Енді осыдан кейін байқайсыздар, өздеріңіздің осы дыханиядан кейін мида кислород ашылады, идеялар келе бастайды, небір ойлар келе бастайды, мүмкіндіктер келе бастайды. Мына тыныш жүретін энергия ғой, ағыс, соның барлығы күшті жүреді. Жасаған кезде тек қана ойыңыз ішіңізде болсын, жақсы ма?